тең беріліш бұрыш болғандықтан оның биіктігі табан 2-ге бөледі. Әрі медианасы 5 есептесек, сен мына жағы 20 болса, мына жағы 15 болады. Керісінше 30 болса, мына жағы 15 болады. Ады биіктігін Пифагор теоремасына көрсете бастаймыз, е? Соны ады дегеніміз тең болады. Түбір астында 25-дің квадраты минус 15-дің квадраты. 25-дің квадраты 625, минус 15-дің квадраты 225. Сонда түбір астында 400. Одан жауабы 20 шығады. Дұрыс жауап 20 болады. Бәріңіз осылай шыққан шығар. Қабаттасын табыңыз. Бұл зерттеу өте жеңіл есеп, Пифагор теоремасын егер қолданып шығара саламыз. Яғни бірінші бытысын тауып аламыз, е? Бытысы деген үстен түбір астында 34-дің квадраты, азайтылған 16-ның квадраты. Қанша шығады? Мынандай есептер болған кезде шығарған айтсақ 34 квадрат отырмай құлай шығарсын болады, 34 минус 16 34 қосылған 16. Так, 34-тен 16 алсақ 18 ба? 18 көбейту 50. 18-дің екісін наған берсек 100-ден 10 шығады, 90 шығады. 3 көбейткен 10, 30 шығады, е? Келесіздер ғой? Бұтсы бізде 10 шығады, ендеше ағын таба саламыз. Ағын бізде екісіміз как раз. Түбір астында 30-дің квадратынан 24-дің квадратын азайтып бастаймыз. 30-дің квадраты 900. 570 ма? Ол түбір астында 324. Одан 18 шығады. Дұрыс жауап 18. Бәріңіз осылай шыққан шығар, е? Бұны есептер бірінші тәсімен шығарып болды, бірінші бұрыштар арқылы шығарып болды. Мына жақты 20 болады, мына жағы 60 болады. Ана 30 болады. 30 градусқа қарсы. Мынау 60 болады. Мынау 30 болады. Енші 30 градусқа қарсы кетті, енші 12 болады. 12 болса, мынау 6 градус болады, е? 6 градус болады. Мынау 20 болғандықтан табаны 60-60, еншіні 30-ды. Мынау 30 болады. Еншіні А, Б, С тек көрсетіш күш бойынша 30 градусқа қаршылық кетеді. Мынау X-дің жарысына кетеді, енші X-імізден 6 градусты көбейтеміз. 2-ге 12 градусты 3 болып кетеді, шарасы ауыр болып кетеді. Табу керек ағылын табыңыз. Идея спросында нәже биіктік түрі саламыз. Биіктік түрсек, допустим, К десек. Андыр қабырғасы, қабыр қабырғасы деген жана жағы 3, енді жана жағы 6 болады. Енді біздің дк-мыз ол А-ға тең болды, е? Оны Пифагор теоремасы бойынша тапсақ, түбір астында 10-ның квадратынан 6 тастаймыз, 6-ның квадратынан. Бұл жауап 38 шығады. Дұрыс жауап 38. Kabul dağılma. E деп алсақ, E қысы бұрыш E-ні табамыз. E дегеніміз тең болады. Түбір астында 10-ның квадратынан 6-ның квадратынан 60-таймыз, жауабы 8 шығады. То есть мына жер 8. Мына екеуі параллель болғандықтан, мына 3 болса мында 3 болады. Ендеше біздің іздерінде ағымыз немесе X-іміз 3 қосылған 8, жауабы 11 болады. Көрсеткіш көрсетілген. Мұнда ацетен 10 дейді. Және А квадрат минус Б квадрат тең 28. А қабырғасын табыңыз дейді. Қалай жазсақ болады? Екеуін жүге салсаңыз, Пифагор теоремасы бойынша А квадрат плюс Б квадрат тең 10-ның квадрат 100 есебін білеміз, е? Астынан екі жылып жазсамыз, А квадрат плюс Б квадрат тең 28. Осы жүйені біріне қосып азайтып арқылы А мен Б-ні таба саламыз. Бізден А-ны сұрады. А-ны сұрайды болса, мен азайтсам екеуісін.
Қоса салады. Қоссам 2а квадрат тең 128. Бұны а квадрат тең 64, бұдан тең 8. Плюс минус 8 деген қажет жоқ, атын 8, өйткені қабырға теріс сан ипат болады, не білесіздер? X-тен 3 қатынасында береді. Бізден сұрап тұр. Адымыз X. Адымыз X. Әрине бұл жерде тағы да Пифагор теориясы бойынша асын табамыз. Асын деген жүзде туғрасында 6-ның квадраты, қосылған 8-дің квадраты, одан 10 шығады. 10 болатын болса, онда мына 3 бойынша қайтадан Пифагор теоремасын бастамыз. X-дің квадраты қосылған 3x-дің квадраты тең 10-ның квадраты. Келесіздер, 9x квадрат, 10x квадрат болып, 10x квадрат тең 100-ге, 10x квадрат тең 10-ға x-тен жырасты. Бізден сұрады атына, деген x-ті жырасты ол. Бұл есепті бірнеше түрінде тәсілін шарса болады. Әрине біз аулар мен биіктігін тауып жасап та болады, гипотезаны тауып жасап та болады. Мен гипотезаны тауып проекция формасымен табасам. Бірінші бытсын тауып аламын. Бытсы дегеніміз тең туғрасында 8-дің квадраты қосылған 17-дің квадраты. 64 қосылған 289 ба дұрыс па? Қоссақ қанша шығады? 353. Туғрасы 353 шығады ма? Гипотенуза 17 болғанда көпіністен шақна жерді дзе қой түрелер. Жарайды, осымен шыға берейік. Енді бізден бұны сұрады, бізде проекцияның формасы бойынша x-тің квадраты, яғни бұның квадраты ac көбейткен c болады, кешім сөйлеуді кетемін. А квадрат 8-дің квадраты тең ac дегеніміз бұды x көбейткен туғрасты 353 болады. Осы x тапсақ, x-тен 64 бөлінген туғрасында 353 болады. Енді шын мәнінде бұл есепте бергенде қате жіберіп қойған. Кітапта қате қылған. Шын мәнінде мынау емес 17. Мынау 17 болып. Бұтса қабырғасы. Сонда дұрыс жауап қалай болып болатын. Яғни 64 тең x көбейткен 17. Бұл жерде x-тен 64 бөлінген 17. Осындай жауаптар қойып не? Дұрыс жауап осы болды, дұрыс жауап осы болды. Кітапта бергенде қате қылған, біз қате вариантты шығарып көріп қалай болады. Мынандай формула ғой. Тек үш берілсе. Мынау А, мынау В, мынау биіктік болса, мынау өз белгілері болса, мынау H-сы болса, мына жақ А-сы, мына жақ В-сы, екеуі болса С болатын болса, мына жер формула тұқы А квадрат пен А-сы көбейткен С деген формуласы. Немесе В квадрат пен В-сы көбейткен С деген формула. Немесе H-сы квадрат пен А-сы көбейткен В-сы деген формула өтіге. Мен осында біріншісіне салам. Асын табасам, асы дегеніміз тең туғрасында 10-ның квадраты минус 8-дің квадраты 6 шығады. 6 шығады. Одан кейін алданның формасын жазамыз. 2-ден 1, 6 көбейту 8 тең 2-ден 1, 10 көбейту x. 2-ден 1 қысқа кетті, осыны x тапсақ 48 бөлінген 10, жауабы 4,8 шығады. Бұл жерде бірден бұлтан жастыр. Бірінші, допустим, кәді басақ, А-қаны тауып аламыз, А-қаны табу үшін 10-нан 6-ны алып 2-ге бөле саламыз. 2 мына жерде биіктік түсетін болсақ, айталық мына жерде болса, мына 2 бөлінген тең, мына 6 болса, мына 6-та, жерде 2-ні табу үшін 10-нан 6-ны 2-ге бөле саламыз. 10-нан 6-ны сақ. 2 болды ма жауабы? Мына жағы 2 болды. Енді деканы табатын болсақ, бізде биіктік туғрасында 6-ның квадраты минус 2-ның квадраты. 36 минус 4. Ол дегеніміз туғрасында 32. Ол 4 туғрасында